Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға тұз қосып араластырып, үстіне ұн салып отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл самсаның ерекшелігі қамырына ұн, тұз, судан басқа ештеңе қоспаймыз. Дайын қамырымызды июі қануы үшін жарты сағатқа қойып қоямыз. Содан соң қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Ұнымызды себе отырып қамырымызды жаямыз. Екінші, үшінші бөліктерімізді де жайып, осылай матамен немесе кез келген сүлгімен бетін жауып қоямыз, қамырымыз қатып қалмас үшін. Жайылған қамырымыздың үстіне еріген сары майымызды осылай щетканың көмегімен жағып аламыз. Үстіне екінші, үшінші қамырымызды да дәл осылай жайып, майын жағатын боламыз. Дайын қамырымызды тоңазытқышқа бір түнге салып қалдырсаңыздар, жаңағы жаққан майымыз тестамызға сіңіп әдемі болып тұрады. Дәл осы видеодағыдай етіп ораймыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін тартылған етімізге үккіштен өткізілген пиязымызды және бір дана картопымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне кішкене ғана сұйық май қоссаңыздар да болады. Тоңазытқыштағы қатпарлы қамырымызды алып, теңдей етіп бөліктерге бөліп, оларды жайып аламыз. Қамырымызды жайғанда олар өте жұқа немесе қалың болып кетпеуі тиіс. Орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Үстіне салмасын салып қалауыңызша түйесіз. Мен осылай екі түрлі етіп түйдім. Табамызды майлап, самсаларымызды қойып, үстіне жұмыртқа жағамыз. Әсемдік үшін күнжут сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста әдемілеп қызарғанша пісіріп аламыз. Ал мінекей менің өте дәмді, жұмсақ болып шығатын қатпарлы самсам дайын. Сіздер де менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке.